Саркемер гимназия Тірек мектебінің 8 сынып оқушысы Шоқбай Назерке. Оқу ойлан жаса байқауы Дуглас Адамс галактикаға саяхат кітабы. Кітапта ғарыш тек саяхат үшін емес. Автор шығарма арқылы адамның мінезін, ойлау қабілетін, тіпті бүкіл ғаламды сипаттайды. Кейде күлесің, кейде ойға қаласың. Дуглас Адамстың галактикаға саяхат кітабы юмор мен фантастиканы біріктірген шығарма. Оқиға жер планетасының жойылуынан басталып, біздің басты кейіпкеріміз Артур Денттің шытырман оқиғаларымен жалғасады. Оның серігі Форд Префект оны құтқарып қалып, галактикамен таныстырады. Олар көптеген планеталарда болып, көптеген шытырман оқиғаларды бастарынан кешіреді. Бұл күлкілі жағдай арқылы автор бізге адамзат өмірінің мәні туралы баяндайды. Сонымен қатар шығарманың ерекшелігі әрбір кейіпкер мен әрбір планетадағы оқиға белгілі бір философиялық идеяны жеткізеді. Мысалы, Артурдың қарапайым адам ретіндегі реакциялары мен ғарыштық жағдайларға бейімделуі адамның өміріндегі күтпеген жағдайларға қалай жауап беретінін арасындағы қатынасты, сонымен қатар өмірдің мәнін қайта ойлауға шақырады. Маған бұл кітаптың ұнағаны, ол ғылымды қиындатпайды. Автор юмор мен қиял арқылы адамның ойлауын кеңейтеді. Оқи отырып сен тек қана оқырман емес, сол қызықты фантастикалық шытырман оқиғаның бір бөлігіне айналасың.